Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын және қатпарлы болып шығатын самсаның рецептімен бөлісемін. Дәл осындай қытырлап шығатын болады. Ол үшін видеоның соңына дейін көріп, тіркелуді ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге ұн, бөлме температурасындағы су, тұз, қант, еріген сары май және 9% уксус қажет болады. Ең алдымен бөлме температурасындағы суға тұзды, қантты және 1 шай қасық 9% уксусты қосып шығамыз. Уксусты қамыр жұмсақ әрі үлпілдек болу үшін қосады. Көбінесе ашытқысыз қолданылатын қамырларда қолданылады. Ұнды електен өткізіп болғаннан кейін тұз, қант және уксус қосылған суымызды қосамыз. Артынан еріген сары майды құйып, қаттылау қамыр илейміз. Оның басы біріккеннен кейін илеуді үстелдің үстіне жалғастырамыз. Оны көбірек қаттылау қамыр болғандықтан 10 минут шамасында илейміз. Нағыз қатпарлы самса болу үшін қамыр қаттылау болу қажет. Бетін жауып 20 минутқа тындырып қоямыз. 20 минуттан кейін қамырды екіге бөліп шығамыз. Әрқайсысын тағы да бір илеп, тағы да 10 минутқа тындырып қоямыз. Сол кезде қамыр әдемі жайылатын болады. 10 минуттан кейін қамырмен жұмыс жасай берсек болады. Жұқалау етіп жайып шығамыз. Осындай жұқалықта болу қажет. Қамырды жайып болғаннан кейін бетіне еріген сары майды жағып шығамыз. Сары майдың сапасын жақсысын алған дұрыс, себебі су аз болады, сол себептен қатпарлы болып шығады. Жағып болғаннан кейін біраз уақыт күте тұрамыз, сары май қату керек. Содан кейін екінші жайылған қамырымызды үстіне қойып, тағы да қалған сары майымызды жағып шығамыз. Сары майымызды жағып болғаннан кейін тағы қатқанын біршама күтетін боламыз. Содан кейін видеодағыдай домалатып орап шығамыз. Орап болғаннан кейін қамырымызды видеодағыдай спираль тәрізді бір жағына қарай орап шығамыз. Сол кезде самсаның қатпарлығы көбірек болып, әдемі болып шығады. Орап болғаннан кейін салафанға салып, морозильникке жарты сағатқа қойып қоямыз. Ішіндегі сары май қату қажет. Кез келген салманы пайдалана берсеңіздер болады. Мен тартылған етпен асқабақты пайдаландым. Жарты сағаттан кейін қамырымызды бөліктерге бөліп шығамыз. Бөліп жатқан бөліктердің көлемі сіздердің жасап жатқан самсалардың көлеміне байланысты. Менде кішірек самса болғандықтан кішірек бөліктерге бөліп шықтым. Барлығын видеодағыдай жасап шығамыз. Бір-екі ас қасықтан салмасын салып шығамыз. Кез келген салманы пайдалана берсеңіздер болады. Барлығын пергамент қағазына қойып болғаннан кейін бетіне жұмыртқаны жағып шығамыз. Қалауларыңыз бойынша бетіне күнжіт сепсеңіздер де болады, сеппесеңіздер де болады. Барлық өз қалауларыңыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 200-220 градуста шамамен 30 минуттай пісіріп аламыз.
егер видео сіздерге ұнаса комментарий қалдырып лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге ас болсын.